Менен видео күткен ханымдар, сіздерге жаңа видео дайындадым. Осындай бүгін хлебница тігетін боламыз. Бұны хлебница ретінде немесе корзина ретінде қолдануға болады. Осындай альпалюкс 1 сантиметр қалыңдығы. Осыны қоямыз. Одан кейін тағы бір матаның оң жақ беті мен екінші матаның оң жақ бетін бір-біріне қаратып қоямыз. Бұл мата дак матасы деп аталады. Осылай шетінен жүргізе отырып айландыра тігеміз. 4 жағынан булавкамен қадап қойсаңыздар болады, жылжып кетпеу үшін. Одан кейін шетінен ортасынан аударғанға қалдырсаңыздар болады, ашық жерін. Неке осылай айландыра тігіп шығамыз. Біткен жерімізден закрепка жасаймыз, бастаған жерден закрепка жасаймыз. Енді осы 4 бұрышын осылай қиып тастаймыз. Егер альпалюкс артық шығып жатса, оны да қиып алып тастаймыз. Бұл жерде наполнитель, менде альпалюкс, сіздер синтепон қолдансаңыздар болады, матаның орнына ХБ мата қолдансаңыздар болады. Мен бұл жерде дак матасын қолдандым. Түрік матасы суды өзіне сіңірмейді, сондықтан өте қолайлы мата. Осылай жаңағы қалдырған жерімізден аударып шығамыз. Одан кейін жаңағы жерді қалған жерін тігу үшін біз булавкамен қадап аламыз. Және де айландыра үстін тағы бір басып тігіп шығамыз. Сол кезде бізде жаңағы матамыз барлығы түзу тұрады. Неке осылай айландыра тігіп шығамыз. Енді осы ақ матаның ақ жағынан стёганы етіп тігеміз. Осылай қиғашынан тігіп шығамыз. Басында закрепка және аяғында закрепка жасап отырамыз. Ара қашықтығы бір 3 сантиметр, 4 сантиметрдай жасауға болады. Мен көз мөлшермен осылай тіктім. Сіздерге егер ыңғайсыз болса, бірдей етіп сабынмен сызып алсаңыздар болады. Енді келесі бетіне қиғаш етіп, осы бұрышынан бастап тігеміз. Басына закрепка және аяғына закрепка жасаймыз. Неке бізде дайын болып қалды. Енді бізге хлебницамыз болсын, жаңағы корзинамыз болсын, ішкі жағы ақ немесе сыртқы жағы ақ етіп жасауға болады. Оны өздеріңіз анықтайсыздар. Жан жағынан 8 сантиметрден осылай белгілеп аламыз 4 бұрышынан. Енді осы бұрыштарын жаңаға белгілеген жерімізді қосып, осылай бұрыш етіп
ұзыннан тігіп шығамыз. Сызып алсаңыздар да болады, немесе тік етіп тіксеңіздер тура келеді. Басында және аяғында закрепка жасауды ұмытпаймыз. Осылай төрт бұрышында бірдей етіп тігіп шығамыз. Енді жаңағы бұрышымызды осылай қайырып, былай тігіп шығамыз. Жаңағы тіккен кезде ең бірінші инеңізді батырып алып, закрепка жасап, осылай жүргізіп тігіп шықсаңыз болады. Менде жак машинасы осындай қалың 2-3 қайтара матаны алады. Ал сіздерде басқа жаноме сондай машина болса, кішкене абайлаңыздар. Немесе қолмен де тігіп шығуға болады. Мінекей төрт бұрышында осылай тіктік, астынан осылай көрінеді. Осындай корзина сияқты орамалдар жинап қойға болады, ваннаға, кухняға қойғанға өте жақсы. Және де ішіне басқа да ине жіп заттарыңызды салуға болады, жеміс-жидек, нан да салуға болады. Осындай міне бізде универсалды корзинамыз дайын болды. Бұл корзина дак матасынан тігілгендіктен бұны 30 градустан асырмай жусаңыздар болады. Одан кейін осындай етіп, тағы да үлкен размерде тіктім. Бұл жерде 50-де 50 алдым. Жаңағы бізде 40-та 40 болған еді. Енді 50-де 50-ді тура осындай етіп тігіп шықтым. Бұған да орамал, тағы да басқа заттарды жинап қойға болады. Менің мастер-класстарым сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар.